Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Гүлназ Қалтаева қыздарымыздың орындауында Мұхан ағамыздың сөзіне жазылған Мұхамеджан Ергеевтің Түлкібасын деген әдемі әуезді ән шашуын тыңдадыңыздар. Әрбір адамның жүрек түкпірінде бір сиқыр бар секілді. Бұл ғажайып сырға толы сандықта неше түрлі армандар мен мақсаттар бар. Ал бұл нәрсе, бұл сандықтың ең түріне, немесе кейде жарық жұлдыздай алға шоқ етіп шығатын бір құбылыс бар. Бұл қандай құбылыс деп ойласаңыздар, бұл тамаша құбылыс, оның аты өнер. Ендеше бүгінгі кештің қонағы ақын Мұхан ағамызды ортамызға құрмет қошеметтеріңізбен шақырған жөн көрдіңіз. Мұхан аға, бүгін өзіңіздің қасиетті мекен, Алатау мен Қаратаудың түйіскен төрі мақпал мекенге айналған жер жәннаты Түлкібастың төрінде осындай шығармашылық кешіңіз аталып өтіп жатыр. Шығармашылық кешіңіз құтты болсын. Маңғаз Марқабат ағамыздың тілімен айтсақ, ойыңыз ұшқыр, қаламыңыз үшкір болсын деп тілейміз өзімізге. Қай кезеңде де халқымыздың ақындарға деген, өлеңге деген құрметі, ілтипаты ерекше болған. Қазақ тектен текке айтпайтын шығар, ауылға әкім келсе ат байланады, ақын шықса бақ байланады. Туған жердің қасиетті мекеніміздің әрбір сүйек тасын тілге тиек етіп, қаламның күшіменен ақ қағазды бетіне түсірген өзіңіздің кешіңізге құттықтап, түкпір-түкпірден болмаса да облысымыздан белгілі қонақтарымыз да осы кештің аумағынан табылып жатыр. Жалпы өзіңізді алғаш болып құттықтап келген Түлкібас аудандық мәдениет және тілдерді дамыту, спорт және дене шынықтыру бөлімінің басшысы Сейтуллаев Ерлан Перменұлын ортаға шақырған жөн көріп жатырмыз. Ассалаумағалейкум. Кешке жиналған қауым. Ассалаумағалейкум. Аға, бүгінгі кешіңіз құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жазарыңыз таусылмасын. Мен жаңа сіздің өлеңіңізді тыңдап, көп сізбен кездескелі бері сіздің өлеңіңіз екенін енді біліп да, абрақтан бұл өлеңнің шыққанына бір мен білетін бір оң, өйткені ең бірінші анау мәдениет мерейін деген фестиваль болатын Шымкент қаласында. Сол кезде жаңағы Гүлназ Қалтаева деген қыз өлең айтқан есімде да. Сол сізбен жақында кездескенімде таң қалдым, шынын айтқанда. Негізі бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын. Тағы да өмір жасыңыз ұзақ болып, біздің аудан әкімінің атынан берген бірінші мәдениет басқармасынан Әзімхан Қойбай ағамыздың адресаты бар. Соны Бақытжан оқып берсін, және жабатын шапаныңызға. Құрметті Мұхан Маймақ, сізді 70 жас мерейтойыңызға орай Түлкібас төрінде туған жер алтын бесік мәдени кешіңіздің өтуімен құттықтаймын. Туған жеріңізде басталған бұл кеш аудан тұрғындар мен әдебиет сүйер қауымға ерекше сый болғалы. Біз сіздің еңбегіңізді поэзиялық туындылармен оқырман жүрегінен орын тапқан қарымды қаламгер, сыршыл сазгер ретінде жоғары бағалаймыз. Әдебиет саласындағы сан жылдық еңбегіңіз еленіп, халықтың қалаулылығына айналуыңыз, елеңдеп соққан жүректен облыстық байқауында топ жаруыңыз шығармашылығыңызға берілген лайықты баға деп білемін.
алдағы уақытта өңірдің мәдени рухани әлеуетін нығайту жолында еңбектеріңізбен қуанта береді деп сенім білдіремін. Барлық бастамаңызға сәттілік, отбасыңызға амандық, еліңізге саулық тілеймін. Ізгі ниетпен Түркістан облысы мәдениет басқармасының басшысы Әзімхан Серікұлы Қойлыбай. Марапатымызды әрмен қарай тағы да Ерлан Тергенұлы жалғастырсақ. Құрметті Мұхан Қазбекұлы. Рахмет, Ерлан. Әкімшілігіне, бүгін аудан әкімшілігі бүкіл өнерпаздарға да сыйларыңызға рахмет. Құдайым қолыңызда болсын. Бұдан былай Түркібастың тағы бір шығайын деп тұр. Сәл қолдап жүрсіңдер бұл. Енді аудан басшысының адресатын оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті Мұхан Қазбекұлы, сізді 70 жасқа толған мерейлі жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Саналы ғұмырыңызды шығармашылыққа арнап, ел мен жерге деген сүйіспеншілікті өлеңдеріңіз арқылы өрнектеп келе жатқаныңыз өнегелі өмірдің айқын көрінісі. Сіздің қаламыңыздан туған әрбір жыр жоғы туған өлкені сүюге, елдік пен ерлікке, отан сүйгіштікке бастайтын рухты туындылар. Елеңдеп соққан жүрегім атты облыстық байқауда жеңіске жетуіңіз шығармашылығыңыздың өміршең еңбегін айқындайды. Сонымен қатар композитор Мұхамеджан Ентегеевпен бірлесіп жазған Түлкібасы мәтімен 10-нан астам өлеңнің мәтіні сіздің өнеріңіздің ел жүрегіне жол тапқандығыңыздың айғағы. Өлеңдеріңіз жас ұрпаққа отан сүйгіштікке баулып, тарихи жырларыңыз арқылы елдік пен рухтың ұлттық санатын оятуда. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, шығармашылығыңызға толағай шабыт тілеймін. Құрметпен Түлкібас ауданының әкімі Арман Асқар Есібаев. Бәрекелді. Сфотографирую. Кетпейін босқа киіп шапаныңды, танытқан менің ақын атағымды, кейінгі жастардың да атын шығып, көбейтсін Құдай менің қатарымды, аумин. Бәрекелді. Ерлан Тергенұлы, өзіңізге зор ықыласымызды білдіреміз. Қадірге көзқарас көрермен, ақынның жүрегі қашанда аса оттай тулап тұратыны баршаңызға белгілі. Десек те енді өзіңіздің ізіңізді жалғап келе жатқан аудандық мәдениетінің өнерпазы, қызметкері Тұрысбек ақынның әдемі арнауын қабыл алыңыздар. Су азарып кетті. Шақты аттарға ашпаймыз ба? Біз тамаша бастама бастаймыз ба? Апатай, концерт енді басталды ғой. Шашуды аяғында шашпаймыз ба? Ай, ақын боп келені бай еңдігіңіз, шабыт шырқап бір Аллаға сенгеніңіз. Ассалаумағалейкум Мұхан көкеу, кереңнің жырма жаны талай-талай тергеніңіз. Соның барытпенен біредісін Түлкібасқа, бақ бергендей шыңға өрлігіңіз. Құтты болсын Құдай қолдап сау-саламат жеткізіп 70 жасқа келгеніңіз. Ой, бәрекелді.
Айтылған жер болып әркез бесігіңіз. Мұхам боп қалар тарихтың мәңгі есіміңіз. Алла жазып талай-талай шабшырған биіктерге көсіліңіз. Мінеке ағашына халқын қолдап, оңынан олар әркез несібіңіз. Қанша тарих, қанша жылдар өтсе дағы тарихта қалар көкеу есіміңіз. Молодец! Ағасы сізді сірә жақсылықты сенсін деймін. Олғысы босы ойымыз төрсін деймін. Ағамыз 70'de асы 80-90 жекенді жасқа сау-салыма келсін деймін. Түргі басын тұруағы сіз бар кезде шынымды айтып мен басқаны менсің деймін. Алла болдар сәбиттей Мұхаммедтай бір сәбит шаңыраққа келсін деймін. Ай, бәрекелді, амин. Мұхан ағам өлім жақса кім айтады? Ақын деген жалған емес шын айтады. Осындай жыршыларың бар кезінде мұң көңілді айт кімдер мұң айтады. Мінеки Мұхан тағы өлім бір деп жазамын деп елге уәдесін бір айтады. Аллағыдан 70'ге жетті ғой деп Маймақ Мұхан жанды кім айтады? Ой, бәрекелді, амин. Дегенде жақсылыққа оңыңызда, енелер есімінде соңыңызда. Түргі басбек әнжезған өздіршісіз ғой, жақсылар келген әркен жолыңызда. Алла 90'да тоқтамастан, қылғалан түспесінші қолыңызда. Дегенде жақсылды жөні ғай, ақынаға азаймайып молы ғайып. Тумасы түргі басын сіз болып, қатары ақындардың толы ғайып. Алла 80'nin сендеріне сау-салымыз сақынады жолы ғайқыды. Ой, бәрекелді, амин. Рахмет. Молодец. Браво. Ой, молодец. Молодец. Құрметті ел халқым, Өзін қоздырып жіберді ғой. халық ақыны Кесімбек Жәләқиевтің шөбересі. Шөбересі. Бұның ұрпағының бәрі ақын. Қыз алып қыз береді сізді баштап. Ағайын, әкімнің тойына әкім келеді. Кәкімнің тойына кәкім келеді. Әртістің тойына әртіс келеді. Ақынның тойына ақын келеді. Ақын жүрек бір-бірінен жақын келеді деген. Ағамыздың түрлі қырынан таңғысып жатырмыз қадірлі жерлестер, қымбатты көрермендер. Ағамыз сәл-сәл жеңге тарихпен айналысып кетеді арасында. Ағам, енді өзіңізбен бүгін керемет кеште сырлы сұхбатты ашық бастаймыз деген ойдамыз. Жалпы өзіңіздің жырларыңыз, өзіңіздің әндеріңіз халықтың жүрегінен орындалған. Қашанда ағамыздың қолынан осы ұлтта кетіп түспейді. Өздеріңізге белгілі. Оның ішінде шимау жырлары жазған. Жалпы өзіңіздің бір өлең жолдарыңызды осы көп жерлерден оқып қалып, бұқаралық ақпарат құралдарына да жарияланып тұрады. Сол өлеңдердің ішінен мен бірін өзіңізге қазір айтып берсем. Бұл өлең қай кезде жазылды және кімге арналған? Жалпы мына жерде сіз бүйтіп жазғансыз. Бір қызға арнағансыз ба, түсінбеймін. Түндерде жатам көзімней, ұйқының тартып азабын, әйтпесе қызға өзіңдей, өлеңді қайтып жазамын. Шырмауым сезім торынан, шыға алмай одан құсамын, суретімді алып қолыма, кеудемді қысамын. Жүрегімде махаббат, сенсің нұри камалым, сен деп білем аймалап, соққан қардың самалын, сезім күйін қаламат, кештім өткен бастары, қиын махаббат, 48 жастағы. Шырқай. Шырқай айтайық. Бұл енді 48 жаста кездесті бұл кісінің, қажетті ойлайым жаңағы. Беловатта бұл істейді, дәрігер болыпты, күйеуі кардиолог, өзі де дәрігер,
кейін соңында онколог болды әйтеуір. Енді сол сосед араласып тұрамыз ғой. Қазір ойлайды анау мен тауда тұрамын, айында қарауым 20 жыл. Сол жерде енді шын күйеуің аяқ айтады дейді, сен күйеуің бар мен салып адамға көрмеңіз ғой деді. Ни костой, ни хромой сондай емес, жоқ, айында бір бәле бар деді. Соған кездестік қой. Кездескен бойда әлі кешеген жіберді. Маған арнап бір өлең жазып, ән арнайды. Қайтып арнаймын, бірінші рет көрсем, қасыңа бара алмасам, қолыңда ала алмасам, как это так дедім. Білмеймін дейді, бастап құшақтап алып жазасын. Не жазсын екен дедім, бір жаздым айтпадым әйелге, екі жаздым айтпадым, үшіншісінде сен оқыған болады деді. Сол бұл Нұржамал деген келіншектен алған. Ардастырамыз жақсы. Мен Азия ару анамда емес ол. Араласып тұрамыздың алдында Кәппар. өзек сыр жатыр. Иә, өзек сыр жатыр. Негізі қадірі жақсылар, риясыз мынау қағазға қарамай іс-шараны жүргізген жақсы. Неге десеңіздер, ақынның жүрегі алтын сандық сияқты, сол сандықты аша білу өзі жүргізушінің қолында. Сондықтан енді аға айыпқа бұйырмаңыз, риясыз сұрап жатырмыз. Өйткені бұл абайдың өзі мен жазбаймын өлеңді ермек үшін деп тек айтқан жоқ. Сондықтан сіздің әрбір өлеңіңізде құйылдан келетін шабыттың шалқар сезімі сізді шалқытып қойған жоқ. Десек те осы бір орайда көпшіліктің алдында орайлы деген сұрақты қойдым. Жалпы өлеңге қанша жасыңызда келдіңіз? Өлеңге енді әдебиет арғы ісі деп сол кезде 20-жылдан бері айтып жатқан. Бұрын бұлай айтпайтын. Бар ғой әдебиет анау-мынаусы сол арғы ісі болғаннан кейін әдебиет төңірегіне жолаған бір адаладым, жүрек адаладым. Ақылы болсын, жазушы болсын. Мектепте мен 6-шы класс оқыған кезде Абырай Алтынсариннің «Өзен» деген өлеңі қаттасы бір өлең мен де жазып көрдім. Кейін қолыма Қасым Аманжоловтың «Өмір сыры» деген бірінші томсы 37 жыл шыққан, 38 жыл шыққан. Қарасам керемет өлеңдер, махаббат, сахабат бәрі бар қояды. Сол керемет әсер етті, мені әсер еткен соншалықты Қасым Аманжолов пен Абайдың кез келген өлеңін аттың үстінде тұрып айта беретін. Қыздырмақтан сырға мынаны жіберемін, анарақтан сырға мынаны жіберемін. Правильно айтты. Сөйтіп 14 жастан бастап жаздым, 16 жасында бірінші өлең Шамшар газетіне жарияланды. Әрине қызға да ол деген. Оны айтпайды. Қызға айтуға болады кейіннен. Оның махаббат түсінбей қалды да. Оның кешірейді. Сол 6-шы жазда құлай болғанға 7-шы солында ғашық болған соншалық. Соның төбесін көрсем бұл ләззат алам. Маған сабақ керек жоқ. Мектепте сол үшін ғана бардым. Күнде бір курстан қояттар. Қошемет ағай. Онан енді соған балалар айтты. Күнде бір жасап, бермейсің бе шар бергенде. Енді шешем ануғайын. Осының дуаны олады. Өтіп қойды. Дәуан тұрып қойды. Сіз қарапайым шаруаның баласы. Ғашықтың тілсіз болып жүрміз ғой енді. Соңынан burada өлеңдерін бердім. Bir бала апарып берді. Жақынын анауынан. Интернетте айтамыз ғой, мектеп жағында көрініп тұр. Олар ұстаздар орысқасында қойды. Біз қанша оқимыз. Bir уақытта большой перемен күтіміз тұратын көшінде бір топтада почтальон бәріміз. Сол уақытта сөйлесті, қағазды алды, жықты, қазір шықпақ қандай болды. Алып қарап өлеңді. Сөйтті де аспанды мақтырып берген бір уақытта бәрі шектесті. От сәулетіп барады саған дегендей. Шектесті көрді, кіріне жет таппай кетмей деді да. Содан кейін енді жаман болып қалды мен. Действительно, поэзия махаббатты түсінбеді жүрегі оны. Енді бұл бұны да жаза бердім. Бұған қайтайын деп кейін мынандай общий ескерткіш мынандай. Ақпарат құр қарғысап тұрып жатты. Бұл енді шын жүректен кеткен екен. Сол ананы орысқа сыпырады ғой, семек. Бұл жабысып қалды сөйлі семектер бұны, кетпейді. Бұл маған да онша қағазға бір аптада жатты. Сонда енді рет арладым. Жұлдыз болып шыққан жырларым қалмады аяқ астында, жанының нәзік сырларын жіберіп жүртіп шаштың да. Ақпарат жауып жер бетін көргенде мынау не деді?
Содан соң оның келбетін мен қайтып көргім келмеді. Сонда да жүрек қойсын ба? Сыртынан жүрдім қарайлап, бір көрмей көңілім тойсын ба? Таңдатқан әрбір арайлап. Ғашықтық жүрім осылай, қолдан қыздың шашылды, кеткенмен жолым қосылмай, талантым бірақ ашылды. Прощай деп тамашалайды. Ай, бәрекелді. Әкем, ағамыздың жүрегін бір сілкіндірген қай сұлу болды екен. Қазір ағасын растау екен? Негізі көрмедім. Негізі олардың тағдыры естуші ғой. Байға кетті қарап болмады, оқуыңызға түсті, одан да қарап болмады. Көргім келеді. Қандай әйел болды. Ой, olmadı. Anamın sırrında bir narsa kakakta sırrında. Barbar gibi kakaktadan dayanıyor. Махаббат қызық бол жылдар, Құдай-ау қайда сол жылдар, ақырын шегіп алыстап кетті-ау құрғырлар. Мұқан аға, жалынасың жоқтайсың, сағынасың боқтайсың, махаббат кетті, дос кетті, таба алмайсың жоқтайсың. Мұқан көке, енді армандай бермеңіз, апаммен ғана тоқтайсың. Молодец, ұнайды маған. Өткенде жүргізген күнәгүл. Ал енді бүгін сіздің кешіңізді құттықтап келіп жатқан біраз қонақтарымыз бар. Солардың бірегейі Келтемашат ауылдық округінің ардагерлер кеңесінің төрағасы Аманов Сәкен ағамыз. Сонымен қатар Келтемашат ауылдық округінің төбе биі Досымбек Нұрлыбек ағамызға беріледі. Келіңіздер. Что утром у нас? Құрметті жиындарыңыз болсын. Оно записывается, да? Оно сохраняется потом. Что? Ардақты ағайын, құрметті бауырлар, құрметті қонақтар, құрметті Мұқан аға, біз сізді жастайымыздан білеміз, үзеңгілес болдық, өзіңізбен қатар жүрдік. Сіздің не деген кереметтей өлеңіңізді, жырыңызды мінекей бүкіл ел, ол Астанада да жырлап жатты осы әніңізді, Мұхамеджан екеуіңіздің. Біз оған қуанамыз. Сіздей елімізде ақынның бар екеніне біз әр уақыттан мақтан тұтамыз. Әр уақытта деніңіз сау болсын, шабыттан шабытқа жете беріңіз. Біз кештеп естіп қалдық, дегенмен енді осынша аудиторияны жинап, осындай кеш өткізіп жатқаныңызға біз қуанамыз. Әр уақытта деніңіз сау болып, жеңшеміз екеуіңіз өмірлі сүбірлі болып бала шағаның қызығын көре беріңіздер. Деніңіз сау болсын. Ал құрметті Түлкібас ауданы, Келтемаш ауылының тұрғындары және қонақтары. Бүгін біздің елімізде, біздің туған жерімізде керемет шара өтіп жатыр. Бір алдан қала берсе осы Мұқан ағамыздың арқасында. Осындай табиғаты тамаша жерден осындай алтын шықпауы мүмкін емес. Бәріңіз білесіздер, елге, халыққа танымал азаматтар шыққан, соның бірегейі мінекей Мұқан ағамыз. Мерей жасы 70-ге толып жатыр екен. Бұл кісі тек туған жер ғана жырлай ма десем, жаңа жүргізуші айтқандай, махаббатты да ойынан шығармайды екен. Барлық нәрсе махаббаттан туады. Тайбызға деген махаббат, қызға деген махаббат, елге деген махаббаттан шығатын ақынның жыры мен әні. Анайын Мұқан аға, Құдай қаласа өнеріңіз алға баса берсін. Мен шындығын айту керек, осы күнде Мұқан ағамызды сыйлайтынбыз, көргенде сәлем беретінбіз. Дәл осындай керемет әндері, керемет жырлары, керемет жазған өлеңдер бар деп ойламаппын. Міне Мұқан болғалы бірінші рет осы өзіміздің округта осындай шара өтіп жатыр, соған қатысып жатырмын. Мен үшін бұл өте керемет дүние. Мен сізбен мақтанамыз. Құдай алдыңыздан жарылқай берсін, қаламыңыз талмасын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Құдайдың берген бала шағаның қызығын, жақсылығын көріп өсіп өте беріңіз. Рахмет барлықтарыңызға.
Көп рахмет, құрметті ел ағалары. Рахмет ағайын. Округке келген менің інілерім ғой бұлар енді. Қай бәрекелді. Ақырын ардақтаған ел ардақты деп текке айтпаған шығармыз. Ал енді қадірлі жақсылар, қымбатты жерлестер, біз енді арнайы Мұқан ағамыздың жүрегінен шыққан жалынды жырларға кезек берсек деген ниеттеміз. Құрманбек Жандарбеков мектебінің оқушылары өзіңіздің бірнеше өлеңдеріңізді оқитын болады. Жылқыбай Кәусәрді, Берікбай Балаусаны, Еркебай Нүрияны шақырғымыз келіп тұр. Кәнекей. Мұқан ағамыздың жүрегінен туындаған жырларды жүрекпен тыңдайық. Оңтүстігім мерейім, армысың оңтүстігім гүлдаруым, тағырсын жүректерге жырдаруым. Тойына облыстың 70 жылдық, мен де тартатығым бар тартуым. Армысың оңтүстігім кел өлкем, көз жетпес көңіліңе қандай көркем. Жайнаған күл жазира кең даламда, құлпырар болашағы бұдан да ертең. Тарихын облыстың тұрсам ойлап, көз жетпес келбетіңе терең бойлап. Фараби мен кешегі Қонаевтың іздері келбетіңде жатыр сайрап. Оңтүстігім мерейім, қызығын мен көрейін, жүрегімнен жанымнан жырлар жазып берейін. Бейбітшілік еліміз тілегі. Егемендік арқасында еліміз, көденді өсіп, гүл жаяр жеріміз. Тәуелсіздік бесігінде тербеліп, бұрынғыдан беки түсті беліміз. Сан ұлттардың отанына айналған, тағдырлары туған жерге байланған, өмір сүріп жатқан түрлі халықтың қуаныштан жүздері гүл жайнаған. Заманға да жеттік аңса бойлаған, ұрпақтары қызығына тоймаған, көктің желбіреген көк туы, төбемізде жібек желмен ойнаған. Өз тағдырым енді өзімнің қолымда, не көрмеді халқым сенің жолыңда. Ендігі арман әлемді алу ең мықты, басып озып қалып кетпей соныңда. Бәрекелді. Құздағы құжат ақтарып ғасырлардан сырын ерек, бір жазу Бехустиннан берді дерек. Сондағы скун хасад деген сөзден қазағым енді өзіңді тану керек. Ирандағы Бехустин жартасында Даридің суреті бар ортасында. Алдындағы тоғыз тұтқынның шошақ бөрік тісінен скун хасад деп жазды басына. Оқыған оны тауып Раулингстон, ақтарған көнеліктен ол талай том. Сақты тауып сонан сон ханы қосып, хасак сөзін дәл тапты ол сонан сон. Скун сөзі қазақтың көсем сөзі, майданда қол бастаған жеке өзі. Қолға түскен батырлармен қол бастасып, патшаның жеткен оған әбден көзі. Сүйінші бұған енді қуар қазақ, жүрегім жарылуға қалды азап. Әлемге өзімізді мойындатқан, табылды бұлтартпайтын дәлел ғажап. Біздерді деп жүргенде көшпенді деп, үмітім қайта жанды өшпен дүрлеп. Танылды тарихымыз барша елге, жартастың жазуында өскен гүлдеп. Көп рахмет. Жалпы қымбатты жерлестер, мен осы жерде Мұқан ағамызды аға дейтінмін. Жалпы мәке ағалықтан бүгін тайдыңыз. Жезде болды ма? Бүгін жезде болды. Жүде таба тұра дегенсін де Ағалықтың барлығын осы сәттен тоқтатып енді жезделікке көшетін болдым. Баста енді. Оның өзін осы жерге келген Мәкеңнің қайын жұртынан байқап, біздің ауылдың барлығы мына жақта нағып жүр деген ой туады ғой. Содан жаңа концерт басталмай тұрып, шығармашылық кеш басталмай тұрып, темірдің қызымын деді әпкеміз. Так что жезде керек, везде
особенно өлең керек кезде. Тағы да менің датым бар, мәке оны біліп қой, тағы да ақша керек кезде. Ал енді қадірлі жақсылар, құрметті көзі қыра көрермен, біз кешіміздермен қарай жалғаймыз. Жалпы ақынның қай өлеңін алсаңыз да, ода бір тың идея болады. Немесе бір оқиға болады. Жалпы ортамызда ақын, аудармашы, жазушы Бердиева Болай ханым келіп отыр екен, біздің көршілес жатқан Сайрам ауданынан. Келесі сөздің тізгіні осы кісіге беріледі. Мұқан аға, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Сіз тойыңызға шақырғанда өте қатты қуанып қалдым. Бүкіл Сайрам ауданынан жалынды сәлем алып келдім. Нұрғиса ініңізден үлкен сәлем алып келдім. Сізде ағаларымыздың бар болғаны біз өте қуаныштымыз. Ақ көңіл, кең пейіл, бүгінгі кешіңізде өзіңіз сияқты сондай жайлары өтіп жатыр. Бәріңізге үлкен, жақсы көңіл күй сыйлап жатыр. Аман болыңыз, бар болыңыз, біз сізбен мақтанамыз. Бұл қыз дәрігер мамандығы бойынша. Әдебиетте неғып Құдай ғашық қылғанда жүрегін. Бір кітабы шыққан, екінші кітабы да шыққалы тұр. Өзі ақын, жазушы және әлем әдебиетін аударады. Не ұлы тұлғаларды оны аударудан өте қиын. Айналайын, болай, өсе бер, өне бер. Рахмет. Бәрекелді Мұқан аға, жалын жылдарыңыз жас ұрпаққа беретін өнеге мен тәрбиесі тағылымы мол деп білеміз. Жүрегіңізден жарып шыққан Бозторғайдың үніндей болған жырларыңыз ұрпақтан ұрпаққа сабақты ине сәтімен дегендей сәтті болып жететініне біз кәміл сенеміз. Жалпы енді жаңа махаббат жырларына келгенде отауызды орақ тілге екеніңізді байқадық. Біраз өлеңдеріңізді алсақ, тағылымы мол, қасиетті Түлкібас өңірін жырлаудан жалықпай келесіз. Ал өлеңді қай кезде жазасыз деген сұрақты қояйыншы енді. Өлең енді тура жаза қоям дегенде жазды. Жаза қоям дегенде жазамайсың мұны. Бір асылып жүргенде келеді өзі. Үлгеремей қаласың жаңағы ұстап. Көбінесе түнде қойып. Ол күйісі жоқ дейді. Әйел жақарып қоғарылды. Оғанlar жолдары 5-6-10-15 күнге дейін менің ойымшы жазып қоянды. Шырпылымды жатты, шықпай жетті. Әрдің ойып бөлмейсіңдер. Сонын айтып жазып қоyan, көбінесе күндіз жөндеу сондай. Әсірсе қаңғарға пештер келгенде жазып. Демей ма? Сондай. Түнде жазар дейіз, күндіз де жарылған өлең болды. Күндіз былай болды. Ана деген әңгіміз бар өзінің. Сәттөбелектен алған ол негізінде. Сәттөбелек. Ол не деген ана сыншысы бар, таланты бала. Мұхаммед сен айтты осындай. Ауданда барын айтты. Шыққаннан сыншысы бар ақтап, теуіп, бүкіл орыс қазақ шапалап жүріп. Емін қай бала? Сәттөбелек баласы. Кім Сәттөбелек деген? Әнарға барып та едім. Маған ән айтып олай. Соған енді жазып оқышы бір айтты бір күні ғарыпқа кетіп барсам, шұғырет қолын жуа бердім. Бірінші жол кеп қалды да. Дереу алдыға жүріп бардым да қағазға түсіріп, 5 минутта жазып қалып сол өлең. Әні де қандай жасап қалды. 5 минутта. Сол күндіз жазған. Тағы бір ән бар сондай. Негізі түнде жазылады әсіресе.
Әкемнің атаған әні бар ма деп тұршы? Әпкемнің сол құдірет күшінің арқасында түнде жазады ғой. Иә. Әпкемнің құдірет күшінің арқасында енді. Мәкеңнің бүткіл жырларының барлығы. Иә. Әйел деген ақтар жарып келеді. Әйел деген ақ-дидан шабыт береді. Әйел деген құздағы әппақ гүлді бармайды да. Ол қызға жоламай-ақ алып келеді. Сондықтан менің әпкем сарқылмас шабыт беріп жатқанын байқады енді ардақты ағайын. Осы орайда бір әпкем үшін бір шамалап қояйықшы. Ал енді қымбатты көзі қыра көрермен, жалпы біздің ортамызда айттық қой, осы Түлкібастың түкпір-түкпіріндегі біраз кісілер келіп жатыр. Енді тағы да бір кісіні шақырғым келіп тұр. Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің директоры Қилыбаева Гүлнар ханымды ортаға шақырайық. Сонымен қатар осы Шоқан Уәлиханов мектебінің шәкірттері, білім алушы түлектері сіздің жырларыңызды оқитын болады. Бұл сізге рахмет. Оқушыларына келіп. Қайырлы күн, құрметті. Мұхан ағамның мерейтойына жиналған көпшілік қауым. Мұхан аға туралы айтатын болсақ, таңға дейін уақытымыз жетпейді. Мұхан ағамыздың шығармашылығы қаншалықты биік болса, соншалықты бұл кісінің азаматтық кісілігі соған пара-пар деп айтсам болады. Біздің арамызда жүріп еш уақытта менің әнім осындай бір даңқ болған, болмаса қазір өздеріңіз куә болып отырсыздар, Түлкібастың гимніне айналған әнім бар деп бізге еш уақытта міндет қылып, болмаса маған қошемет көрсетпедің деп ондай нәрсені еш уақытта айтқан емес. Мінекей бұл ақын жүрегінің керемет бір асыл қасиетінің бірі деп білеміз. Ал енді Мұхан көкеміздің еңбегі мектеп үшін өте елеулі. Оның біреуін ғана айтатын болсам, мынау қазір өздеріңіз білесіздер, Дау-Баба 2 елді мекенінде кішкентай ғана мектеп бар. Осы кішкентай мектептің бүгінге дейін сақталып, білім беру ошағында өзінің қалпын сақтап келгені осы Мұхан ағамыздың еңбегі деп білеміз. Себебі тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында тарихтың талай кезеңін басынан өткізіп, жабамыз, болмаса жаппаймыз деген осындай талас туғызған кездің бәрінде осы кісі сол мектептің өзінің қарапайым еңбегімен алып қалған. Сол үшін де бұл кісіге үлкен алғысымды айтқым келеді. Мен сөзімді бірде салайын аға енді. Енді біздің мектебіміздің өзінде бұл кісінің орны бөлек, және де бұл кісінің өлеңдерін, бұл кісінің шығармашылығын біз әрдайым өзіміздің шәкірттеріміздің арасында таратып отырамыз, насихаттап отырамыз. Себебі бұл кісінің шығармашылығы біздің балдарымыздың бойында нағыз патриоттық, азаматтық сезімді оятатын шығармашылығы бар. Соның бір ғана дәлелін айтып өтетін болсам, осыдан бір 5-6 жыл бұрын біз Сайрам ауданында ақындар мүшәйрасына бір оқушымызды апаратын болдық. Сол оқушыны апаратқан кезде сол не тақпақ айтқызамыз, болмаса қай ақынның шығармасын айтқызамыз дегенде сол баланың өзі сұранды. Басқа ақындармен таласым жоқ, бірақ менің өзімнің атамның өлеңі бар, мен сол атамның өлеңін айтайын деп, біздің оқушымыз Ермахан Нұркен деген жігіт осы атасының өлеңін сол Сайрам ауданында мәдениет сарайының төрінде айтып, ең жоғары биік баға алған болатын. Кәмеке сонда Мұхан аға, сіздің шығармашылығыңызды дәріптеу, ол біздің сізден алған аманатымыз деп білеміз. Барлық кезде біздің шығармашылығыңызды дәріптеп, таратып, ұрпақ тәрбиелеуге осы бір сіздің жасаған шығармашылығыңыз біз қолданамыз, тәрбиелейміз, патриоттарды өсіреміз деп білеміз. Ал енді асау жүректі, ақынның асау жүрегін бір тізгінде ұстап, осы кісіні баптаған бүгінгі Забир апамызға да үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Рахмет. Мінекей Мұхан көке, шығармашылығыңыз биіктен көріне берсін, қанатыңыз талмасын, 70-тен кейінгі 80 жас, 90 жас, 100 жас, мінекей сол кезде де осы өткірлігіңізді жоғалтпастан арамызда мәңгі бақи жүре беріңіз деп мен сізге тілек айтар едім. Ал енді мектептің атынан біздің аз ғана
сізге жасаған сыйыңыз бар, сол сыйыңызды қабыл алыңыздар. Ой, бәрекелді, рахмет. Рахмет, Байдара. Ал енді біздің Мұқан ағамызды бүгін ғана көрген жүргізуші жігіт былай деп айтты. Көк пакетін тастамайды деп айтты. Мінекей көк пакетін есепті мына дорбаға салып, өлең шумақтарын жасады. Қасымның жолдың өлең көреді. Төркініне келген қыздай олжырау болып бара жатыр деп сондай болып. Гүлнар ханым, өзіңізге зор құрметімізді, зор басымызды білдіреміз. Негізі қара дорбаның дәуін әкеліп дұрыс қылдыңыздар. Ағамыздың жыр жолдары кітапқа айналып алып жатыр. Оның үстіне енді шапандар жездеме көп деп келді, хотя бы соны бүктесек те сыйғызамыз. Ал қалып бара жатса қайын жұртына қарай алып кетеміз енді. Ал енді нағыз негізі жезде сіздің осындай ағымында ақын болғаныңыз Сәмира әпкем арқасы. Басқа ауылдан келіншек ағаңызды білмеймін, жүнжіп қандай болып кетеді дедіңіз. Ол біздің әпкеміздің пейілінің кеңдігі деп білеміз, қадірлі көзіңірап көрермен. Негізі мәкең жезден болып шыққан жақсы болды екен. Шынында да бір көсіліп арқаны кеңге салып жүргізетін болдық та. Негізі таныс адамның кешін жүргізген өте жақсы. Оның осал тұсын да білесің, ұтымды тұсын да білесің. Ал енді тағы да бір кезекті тілекке берсек деп жатырмын. Құрманбек Жандарбеков атындағы жалпы білім беретін мектептің директоры Гүлжан Әмірбекова ханым да осы кештің ортасында отыр. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Қайырлы күн, құрметті өнер сүйуші, құрметті қауым. Негізі бір кереметтей кештің куәсі болып отырмыз. Мұқан аға, сіздің осындай қарапайымдылығыңыздың арқасында сізді кім екеніңізді біз білмеппіз. Кешірім сұраймыз, шыны керек, сізді мектепке келген кезде кездесу болады, соған оқушылардан келсеңіз, 30 шақты оқушы болса болды, келіп отырсаңыздар болды деген өтінішпен келген болатын. Енді бүгін кешке қатысып, мен бүгін біздің Келтемашат ауылдық округында осындай кереметтей тұлға бар екенін біліп отырмын. Осындай шығармашылық кештің арқасында құтты болсын 70 жасыңыз. Енді жаңа жүргізуші айтып жатыр ғой, менің әпкемнің арқасы деп жатыр ғой. Мен қазір осы Мұқан ағаның бүгін жарыққа шыққан кішігірім кітабына қарап отырып, осындай өлең шумағын қазір оқығым келіп отыр. 18.000 қаламның біле алмай сырын алаңмын. Қол созы басқа арманға жете алмай жүрген балаңмын. Саған деген сағынышымды ән қылып, шырқырағанда кетер дала жаңғырып, құдіретіңнен айналайын туған жер, мен өзімді жырлап өтем, мәңгілік деп. Демек сіздің ақындық қасиет бойыңызға дарыған бұл Түлкібас ауданының, әсіресе осы Келтемашат округінің табиғатының кереметтей сырының арқасында сізге осындай қасиет дарыған сияқты деп ойлаймын. 100 жасаңыз, мәңгілік ізіңіз мынандай үлкен, бұдан да үлкен томдық кітаптар болып, басылым болып шыға берсін. Оған біз мектеп қолдау жасаймыз. Сіздің өлеңдеріңізді қазір біздің оқушылар параққа қарап айтып жатыр. Неге десеңіз, олар жаттап үлгермеді. Аз ғана уақыттың ішінде, оны кешірім сұраймыз. Енді біздер қағазға емес, жаққа айтып, Жандарбек мектеп оқушылары оқып, осы ағамыздың еңбегін дәріптейік. Өзіміздің ішіміздегі шыққан керемет тұлғаларды өзіміз бірінші бағалайық. Мына кереметтей Түлкібас туралы әнді бүгін шыны керек сіз сөзін жазған, бүгін біліп отырмын. Әнін жазған, осы жерде жүрген, мәдениет үйінде жүрген қызметкер Мұхамеджан ағайым жазғанына мен қуанып отырмын. Сіздерге бас ием, шыны керек. Бүгін Түлкібас ауданы бұны керемет
әсерде тыңдайды. Бұл ән облыс деңгейінде де айтылып жатыр. Шыны керек, осының авторы сонау өзіміздің Даубаба ауылының тұрғыны екен, мен білмеппін. Рахмет сізге ата. Түлкібастың атын шығарып жатсың. Тойыңыз тойға ұласа берсін. Ақындық қасиетіңіз біздің оқушыларға дами берсін. Біз сізді әлі мектебімізге шақырамыз, оқушылармен таныстырамыз. Сізді көшеде көргенде, шыны керек, осындай Мұхан Маймақов деген біздің ақын жазушымыз бар екен деп құрметтеп жүретін болады. Құтты болсын тойыңыз, сізге арнап шапаныңыз бар. Рахмет, рахмет. Бұл кісі мектептің директоры өзі 1 жыл болды өзі келгеніңізде. Солай ма? Алтай болды ма? Жезде әлі 1 жыл болған жоқ. Содан бірінші рет көргенде 9 майдан мен өмірімді 70 келгенше ол анау іс-шарада өткенде оқушылардың соншалықты көп келгені 6 майдан ма сонда көрдім. Бірақ директор өте молодец деген. Көпті көрген кәсіпте көпті көргенде молодец деген қарасам бір әдемі сұлу қыз жүрді. Кейін таныстық. Кейін айттым. Қасымов Жолдың өлеңі бар, баяғы ұстазым ғой рух берген. Мына қыз келді қайдан біле алмай осы қызды болдым қайран. Түнде осы қызды бір сыбырау орнаған жүрегіне кішкентайдан. Егерде сахнадан көрсең өзің дермісің әлде шолпан, әлде айман. Деп менің ақын досым қарап тұрды, құмартып, Жанназерке деген қызға соналайдым. Рахмет. Айман келін болып негізі қыз емес. Келінге көзі салған қайнағаны көрдім де болдым қайран. Гүлжан келін шықтыңыз жерден емес бірақ айдан. Қайнағаға сахнада сәлем салды. Жездеге өзіңізге қараймын да қайран қалам. Келіні көк шапанды жатты да сахнада сәлемін салып кетті. Бұл келін бола білді топ ішінде анық етті. Қайнағаға тағы да сәлем салып телефонды алып кеткен. Телефоның сахнада күлеге қалып кетті. Сахнаға Қайның болған жақсы болдың десем. Сахнаға бір мектептің басшысын 2 рет алдырдым ғой. Жезде сенде арман жоқ. Бір мектептің шікірейген бір басшысын 2 рет бас ергізіп сәлемін салдырдым ғой. Ақындар осындай қыздан туады. Ақындар осындай қыздан туады. Бәрекелді. Ал енді қадірлі жақсылар, жаңа өздеріңізге айтқандай, Шоқан Уәлиханов мектебінің оқушыларын шақырамыз. Тәуелсіздік жыры. Қабағынан қатқыл ашу борайке, жүздерінен ұшқын атып арайды. Толқып тұрды Алматы бас алаңда, топталған жұрт. Мына өсі қалай деп? Егемендік деген елдің тірегін, желіп қашты аяз буған реңін. Көбін кетсін тәуелсіздік деген сөз, солқылдатты қара жердің жүрегін. Ал Москва сарбаздарын шақырып арыстанша Кремльден ақырып, қазақтарды бас көтертпей бір жола жібер деді, қарасында батырып. Алаңдағы қара құйын басталды, аяқ қолмен қанша сынған бас қалды. Әділдікті тұншықтырды озбырлық, қанға бойы жатты студент жастары. Түрмесіне тықтай аусыз батырды шешімдерін іске асырып ақырғы. Қанша аруды шаштан ұстап сүйреді, Москваның өзі солай шатылды. Пленумның сиқы өтіп осындай қазақ үшін көктем түсті тосын жай. Сол күндегі қасіреттің ызғары әлі күнге келе жатыр басылмай. Тебірентіп ой салатын адамға қарап өтші ей жас ұрпақ алаңға. Қазақ елі көк түріктің көк туын
тұңғыш рет желбіретті ғылымға. Бодандықтың бұзып жарып қамалын, орталықтың кері бұрды талабын. Желтоқсанның ызғарынан қаймықпай, тәуелсізді жырын айтты қазағым. Ой, молодец. Мәңгілік ел Қазақстан, тәуелсізбін, еркін ел, азатпын. Төбемізде күлімдейді ғажап күн, намыс туын жергілеткен ерлерім, абырой асқақтатты қазақтың. Туғып ұстап сақпен ғұмның намысын, ардақтаған көк түріктей арысын. Өркен ер көшін алға бастаған қазағымды әлем енді танысын. Асқақтап рух алаулатып қанымды, күй күмбірлеп тербетеді жанымды. Бағалайды басыңдағы бақтың, тәуелсіздік деген асыл бағыңды. Тарихымыз тамыр тартқан тереңнен, хандығымыз бағаланды деренмен. Қазақ елін болашақта ең мықты 30 елдің қатарынан көремін. Махаббатқа адалдық. Сағындым сені, қай жақта жүрсің жібегім. Сан сұрап сана, өзіңді ойлап жетедім. Беймәзгіл менің басыма қонған бақ құсым, соғылды сендеп, кеудеде асау жүрегім. Қырғыз бен қазақ ежелден бері дос болған. Көңіліміз біздің бір кездескеннен қош болған. Өзіңе деген ғашықтық, сезім, махаббат сол күннен бері басталған. Іздедім сені, сыңсыған сұлу бақтардан. Ақ жаның аппақ, армандай асыл ақтарған. Күлімдеп тұрып, көңіл берген қымбаттым, елесің қалды, көзімнен кетпей тәттарман. Қоныпсың барып, өзіңнің құтты орныңа, бұл ауыр соқты. Мен де бір бейбақ сорлыға, жанымның жеткен сағынышын саған жыр болып, жүрегіне орап, сақта да оны қорғылма. Есіңде болар өзеннің сол бір жағасы, сайраған бұлбұл, жайқалған қалың ағашы. Сол жерде жаным, өртеніп жалын жүректе, есімнен кетпес сүйдіргенің алғашқы. Бұлақ боп ақсам егер, бұлақ боп ақсам егер, теңізге құярмын мен, өмірге босқа бекер келмеген шығармын мен. Артымнан із қаларлық, мен қандай еңбек еттім, оқысан таң қаларлық, сырындай жермен көптің. Ажабын, табиғаттың біле алмай кетіп барам. Оқысан таң қаларлық. Күн жасым көксарай мен көктерегім. Құздарым масаттағы қатар-қатар, ішінен аң ойымдық оның атар. Қарасақ қорқынышты көрінеді, үңгірлерде қамағанда мың қой жатыр. Күн жасым көксарай мен көктерегім, береді өткен күннің көп терегін. Кешегі сұм соғыстың уақытында шығарған онда не бір аттың тегін. Сол жерде үйретілген асауаттар, майданда алып жүрген ердің ерін. Сол жерден шыққан қара бие жеткізген Москвадан Берлинге дейін Советтің 79 миллиметрлік зембірегін. Өтсе де сонша жолдан бір оқ демей, қолдаған құдіреті туған жердің. Шіркіннің сүйегін музейге қою керек еді деп, өлгенше еніреді Сапарғали Бегалинде есілерім. Мен сол ауылдың баласы болғандықтан естіп мұны қатты тебірендім. Кешегі аты шыққан қайран ауыл, бұл күнде көрінгенге жемтік болып, кейпіңді көргенде анау күнірендім. Осындай асылдардан тұяқ қалмады, демеймін, айғырды да таңдап салмады. Бәрі де тұлпар еді ойнап тұрған, барлығын Жирентай мен Мұхтар жалмады. Биені тумайды деп желеу қылды, туса да туғандарын жасырын жеп, ақ тісін жалған жазған медеу қылды. Партерге бәрін беріп бітірдік деп, сүйеніп зауыт бекті демеу қылды. Акценттің үйірінен тұқым қалмады, сый болып, соғым болып қайда бармады. Аудан мен облыстың басшысының ішінен бұл жылқыдан кімдер алмады. Соярын үш үйірден таңдап алды, мінбесе машинаға байлап салды. Обалың Жирентай мен Мұхтарға деп, Атанбек қимаған мен қарғап қалды. Той қылса соятыны жылқы болды, жылқы бір тегін жатқан өлкі болды. Қойшыдан қойды алу қиын болса, жылқыны бір пәсте алу күлкі болды. Бәрінің әкелері сәлем қағаз, әлімде бере берді ер қойса бас.
Япырай, мұның арты не болады деп ойланбады. Ойлануға онда сана аз. Осылай бар жылқыны жеп бітірді. Жүргенде ел басқарып өңкей иманғас. Осыны тексеретін адам бар ма? Не дейсің тергеуші дейін адамдарға? Несіне қорқасың деп кетеді олар. Сыйынар жоғарыда аған барда. Көз жасы ұрмай қоймайды тұлпарлардың. Білмеймін кімдерді алып кім қаларын. Қош болған айналайын қайран жылқы. Дұға оқып рухына жыр арнадым. Тұлпардың даусы келіп құлағыма. Кісінеп анасын іздеп шарқырайды. Кім біледі өзінің су ішкен бұлағына келе жатыр ма тұғыл жақ бұрқырайды. Негізі ағайын, ақынның шығармашылық кеші жалындаған жырлармен өтеді. Әрбір жырға көз жүгіртіп, ол жырдың құлағыңызбен естіп, көз алдыңызға әрбір келбетті келтіріп отқанда, біраз уақыттың қалай сырғып өткенін білмей қаласың. Десек те енді осында біздің Мұқан ағамыздың біраз ізінен ерген замандас достары, өнердің адамдары келіп жатыр. Сондықтан тағы да бір сөздің кезегін мен осында Мұқан ағамыздың бауыры, інісі Медетбек Ғани ағамызға, сонымен қатар Мұқан ағамыздың замандасы Қайрат ағамызға сөз кезегін берсек деген ниеттеміз. Қайрекен қайда екен Қайрат аға? Келіңіздер. Неше, ақыл тұрған жатты. İçinde ver var. Paket alalım. Taban mı? Ал Мұқан 70 жасың құтты болсын. Мына шығармалық жиының құтты болсын. Ал құрметті көпшілік, мына халық айтады, дүниеде не қалады дейді. Ақынның аты қалады екен де, ғалымның хаты қалады екен. Ал енді өздеріңіз білесіздер, мынау Абай атамыз Қадыр Мырзалиев, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін жақсы білесіздер. Ал соны ылғи айтамыз да, мына Мұқанның туған жер жайында жырлағаны көбінесе мына жастарға өте күшті өнеге деп білемін. Туған жерін сүю, туған жерін қадірлеу. Ал не айтамыз мынау өмірде жаңағы айттық қой, ақынның аты ғалымның хаты қалады деп. Өмір деген енді мінекей Мұқанның мен ақындығын білемін бұрыннан, бірақ мұншалықты шығармашылығының көпшілігін жақсы білмеуші едім. Ырзамын. Енді мынау не дейді? 70 жас деген ең оптимальный, ең дұрыс жас деген, бәрін жақсы жаманды көріп, бәрін көріп, енді шығармашылық табысың бұдан көрі жоғарылай берсін. Сондай бұдан кейінгі көбірек жазады деп ойлаймын. Жақсылықта бала шағам, немере шөберелердің бәрін қуанышында жақсы күліп ойнап жүре берсін. Рахмет. Майлықожа айтқан екен, таудың етек беті сиырдың жабасы екен, арпа бидай астықтың сапасы екен, бір орнынан тапжылмай қозғалмайтын дулат бүкіл қазақтың ағасы екен деп Майлықожа Өшергенге айтқан екен. Мына бұлақ бар жерден ақын шығады деді ғой. Мына Мұқан ағамыз мына төртеуін түгел деген адам ақын болады дейді. Мына төрт нәрсені түгел дейді ғой. Қазақта айтады ғой, төртеуін түгел десе төбеде келеді дейді. Мына Мұқан ағам, мен өзім ойлаймын, мына ақынның жолы өте ауыр жол. Мына Мұқағали Мақатаевтың өзінде қатты қиналған бұл кісі өмірде көріп жүріп, постоянно қиналады. Күйзеледі. Ақын жолы өте ауыр. Әруақ дейді ғой, әруақтың жолы ұстаған кісі ғой бұл кісі де. Сол кеп қағында жазады, кеп қағында іледі. Сол мына сондай кісі, мысалға мен өзі көп ақындардан араласам, бірақ мына Мұқан ағам өзі таза бір ертөстік сияқты ғой. Мына 30 жылдан бері өмір өзгерген кезде де бұл өзгерген жоқ. Көп ақындар бағанағы ішіп кетеді, ертіп кетеді.
Бірақ бұл ақын өте күшті ақын. Мына бұлақтың көзі. Осы бұлақтың көзі бар жерде мына Майлықожа айтқан ғой, өте текті ел болғанбыз. Осы төңіректе мықты ел орналасқанбыз. Күшті ел. Бұл жерде жабылып қалған. Сол бұлақтың кішкентай көзі, орны осы біздің Мұқан ағамыз. Таза бұлақ. Ешқандай ойында ештеңе жоқ. Адал Мұқан аға, денсаулығыңыз мықты болсын. Ертеңсіз ғой, енді жер бетінде Құда қаласа бір жылға ататын сізге. Мына шапандырда Рахмет, рахмет. Бәріне ризамын. Кеп, сыйлап, жақсы жарым. Мұқанның денесі өлсе деген кешірсе. Қошыды. Киіп көрсеш киіп. Мына шешеміз көресіз. Бұл Қазақстан. Шешеміз көресіз. Рахмет. Осы арпашын бәріне шыдап жүрген сізге рахмет. Ары қарай көкем 90 жасасын. Бұдан әлі шығар бұл көкем. Балшыларымды жоқтақты дайындалды. Құрмет көрсек, құда жүргізуші жігіттер өте ұрзайым. Қаражайы өтесеген. Сыртынан білуші. Енді бүгін бірінші рет сұхбаттасып отырмыз. Рахмет саған жақсы. Рахмет. Ал жаман күйеу қайынсақ деп айтпайды. Жездем не әккеннен ұялды, не менен ұялды. Қасында отырғаннан кейін тағы да бір сөзбен шымшып қала ма деп мына темірлердің аузын жабайын деді ғой бірінші. Ал сонау қасиетті Арыс пен Машаттың қосылған жерінен Қос өзенінің қосты арнасына келген город колхоз жамылдан келіп тұр ғой бұл кісі балсыздар. Ал мінекей. Біріншіден рахметімді Түлкібас ауданының әкімшілігіне айтайын деп жатырмын. Біздің жездемізді елеп, ескеріп, осындай кеш өткізіп жатқанына үлкен рахметімді білдіремін. Мына қалған көпшілік сіздерге де үлкен рахмет, осы жездемді елеп, ескеріп, сыйлап жатқандарың үшін мың алғысымды білдіремін. Ой, рахмет. Ел үшін қызметін қыла берсін. Амин. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет, әдірі балдыздар. Рахмет. Бәрекет, рахмет. Ал енді жезе сізге тағдыры тұрып қалжындайын енді. Кеш сіздіңгі болып жатқан бүгінгі қақтағалап жарық қылды нұрлы етіп күнімді. Балдыздарың құшақ гүл берді. Өз қолыңмен әйеліңе тапсырсайшы гүліңді. Бұның аты Гүлзәбира дегенде де Гүлзәбира. Тойға барғанда сен неге менің гүлімді атамай Зәбира дейсің баты бітті. Өтіп күн қосайық. Бұдан бата Гүлзәбира болады онда. Ал ашке артында гүлдің, еркекке гүлдің не қажеті бар? Гүл сіздіңгі. Енеңе рахмет. Қайнаса, бетінен сүйсінде жаң біз бөтенден сүйіп атыр еді. Мен мына ақылдарыңызда ел болып, жұрт болып, әкімшілік болып, қадірлеп атқандарыңызға мыңдады рахмет. Микрофон. Алтын уақыттарыңызды бөліп, менің жолдасымдар мен қадірлеп атқандарыңызға мыңдады рахмет. Бер. Енді ақылдарыңызға шағын сыйладыңыздар. Амин. Қалай болғанына Қайынсы берсеші. Мөлен бері шығады деп ойлаймын. Микрофон. Темірдің қызына omыз ол бәрі болып тұр ғой. Шалып берсіңіз. Мына емішілер жазатын көп. Келешектегі ұрпақтарымызға береді. Нәрселер көп аталарымыздың. Аман болсын. Мына ақынымыз 100 жасасын. Амин. Қалай жақсы білесек болады. Бітіп жатыр ма? Бітіп жатыр ма? Слава Троине. Қалай әні өлеңдер шығады деп ойлаймын. Рахмет. Бәрекелді. Бәрекелді апамыз да орамал шалады. Қанша уақыт болды бастауға?
Мына сахнаға шығып тұрған апамның бойы бар ғой. Ол кісінің керемет айтатұғын ойы бар ғой. Ағайын, апамыздың бір әдетіне таңғап тұрмын. Әпкем кемпір болғанда қайта келіншек қылып шығаратын ойы бар ғой. Рахмет. Тамадаға керемет, рахмет жаным. Сенің де бойыңда дарың бар екен. Ал құрметті көпшілік, мынау Келтемашат ауылдық аймақтың азаматтары, мына керемет, мынау Мұханның бүгін шығармашылық кешінде тұрсыздар. Мұханды біз сол бастан танымыз. Бұл Мұханның ішінде жатты көп нәрсе. Көпке дейін шыға алмады. Өйткені Шымкент пен Сеславенің арасында автобус жүрді ғой. Сол автобуспен жүрдік уақытысында біз бір демалыс күні Шымкентке бардық. Сонда осы ішінде толқып, сонда өлең айтып келетін. Көбісі осы өлеңдерін оқып отыратын, көбісі тыңдамайтын, сонда айтатын. Мұхан, біз бәрібір автобустың ішінде тығыз отырамыз ғой, өлеңіңді оқи бер, тыңдап отырмыз, өлеңнің жанындағы адамын дейтін. Мен де осы округте 42 жыл мұғалім болдым жаным. Қазір әжелердің құрамындамын, сондықтан әжелеріміз қазір жоқ, сол әжелердің атынан осы Мұханды өте жақсы білемін. Бұл Маймақтар әулетінде бұның ағасы болған Мұхтар деген жазушы Алматыда. Каспийде оқыды. Мен сонымен қатар оқығам. Мен де тарих факультетін бітіргем. Жақсы білемін. О да жазушы, кітабы бар шыққан. Кімні Мұхтардың. Оның 5 қызы бар. Шетелде оқиды. Бір қызы үшірде отыр ғой деймін. Тош орнынан. Мұхтардың қызы міне. Соны өте жақсы білемін. Атап өту керек, олардың жақсылығын айту керек. Одан кейін Маймақ Ғаппар деген болған. Мынау технологический институтта ненің бастығы болған. Ол да керемет еді, оның да кітабы шыққан. Олардың қасиетті ұрпақтарына дарыған. Ұрпақтары мықты, текті жерден шыққан, өсіп өнген. Өсіп өнгендігін берсін балдарға, шығармашылық мынандай өлеңдеріңді берсін. Ұрпақтар осындай қасиетті ала беріңдер. Біздің округімізде Башари Тұрар деген атамыз болған. Керемет. Сол кісіден кейінгі болып отырған Мұхан ғой. Сондықтан бұның өзіне және мына әйеліне рахмет айтамын. Осы әйелге айналайын, немере шөбере сүйіп отырсын, бір жақ ақ жаулық сала салайын деп тұрмын саған. Рахмет. Бәрекелді. Бұл қай пәннен берді? Тарих не еді? Анау өлең жазғанда терлеп жүрсеңіз. Құтты болсын Зәбир әпке. Құтты болсын Зәбир әпке. Қайта келін болғаныңыз. Құтты болсын жездерінің қасына кеп аққудай қонғаныңыз. Құтты болсын тек бақтап келсінші құшаққа бір иіскеп қонғаныңыз. Бірақ құдалықты аяқтайық, құдалық қазір кафеде жалғасады. Ана кісі берсін, чон береді? Бұл кафеде береді. Ана кісіне береді. Құдалықты кафеде жалғастырамыз қазір. Ана кісі не береді? Кафеге барайық, ояқта адам керек қой. Ана кісі берсін. Ал жабайық. О жерге қалып кетті. Дұрыс қой сырғып айта жақсы. Микрофон естілмейді. Микрофон. Азамат, это Словения. Азамат Россияда. Азамат қайда жүрсе Словения. Кәнекей. Ал енді осы тұрыста Мұхан ағамыздың қос немересінің өлеңдерін оқиып, тыңдайық, баршаңызды өлең тыңдауға шақырамын. Қайдасың анашым гүлім деп қарасын, аймалап өсірген ардақтап баласын, есейген шағынға айналған сағынға балалық күнімді есіме саласын. Анашым арманым сен едің, ардағым осы ауанымды өзіне арнадым. Көктемнің гүліндей, көктегі күніндей, бейнеңді сағындым қараған гүліндей. Біз міне ержеттік самғадық қияған, парызым перзенттік кеудеме сияған. Бәрекелді.
Кері олмай, жаңа жолға сарылып, қарау менен. Кері олмай, жатыр жылдарым. Кері олмай, жатыр жылдарым мағып. Қасиетті жасыңа көз жұмар. О көптен неткен ақмағым. Құм секілді тез суынар. Ой, бәрекелді, молодец. Бәрекелді. Тоқтатайық, қазір. Не істеп отырмын? Құдалық болып кетті ғой, жезде. Қазір суретке түсеміз, сыздар аспаңыздар. Мына шығармашылық кешті аяқтап алайық, содан кейін суретке түсе жатамыз. Құрметті көрермендер. Рахмет. Ал жездеке, құдалықта бас құдасыз болдыңыз. Шынында да бір құда сөзінде шапан көбейді я. Рахмет қайын жұртыма. Ал енді ағайын, жездеме осы орайда бір шумақ ойланғанын ұмытып, Қамар сұлу апай. О жездеке, мәке, от болдың, талай жерден жалындадың. Жер жаздың, арқалардың қарымдадың. Жездеке, бауырларыңмен төркініңнің қағалында қайтадан сұрайыншы әпкемнің қалың малын. Ақынды термен баған шабық бекен, жоғаймен қолдау берген халық бекен. Тура осы жерде қалың малын бермесеңіз, әпкемді ауылыма алып кетем. Ал жезде сіздің өлеңіңізді оқиық енді. Бәсе енді кірісті. Негізі елдің халқымен осы кешті ұйымдастырғанда аудан әкіміне барып сөйлесіп, осындай маған ләзімізді кітабын шығарып жерден бесіңізден халықпен бір кездестіріп, жұмысты мен өнімді танытып кетейін еліме. Жетісі кеп қалдық, бір күн ұйықтап кетсек, аяқта бұл бишан көргенбіз бір кездесір деп айтып жүресіңіз бе? Бір-ек балалар үлік тастап кетейін, жүректен от тастап кетейін деп. Енді бәріне рахмет, бәрін жасады. Мынау мен қолдап келген күрді кітапхана білімнің ордасы. Әкімшілік барлығына рахмет. Бәріне рахмет. Естібаев, естігі деген рахмет. Енді мен өзім бейнелем жіберейін. Негізі қазақ қайда барасың деген осы заман көтерген жүгін ауыр өлеңі қысқарт. Онан кейін ішін оқиын қысқарт. Уақыт өтіп баратыр дейді. Қысқасын оқып берейін. Жездеке, көрдің ба сізге қарағанда әпкем епті өрген. Қалтасына түскен конфет алып кетейін деген ғой. Жаңа бір кісіне бір атта бір әсәкет берген ереке. Жездені қажет бір жұрнағынап қалайын деген едім. Әпкетай, айналдым күлім деген қылығыңнан. Шапанды түсір менің иығымнан. Жездеме жапқан шапан маған келді. Бұл шапанды өмір бақи түсірмей киіп жүрем иығымнан. Сіздерді бір негізгі арманым сол. Өлшім өтіп кетейін, жетіп кеп қалдым ғой, өлеңді тыңдатып кетейін дедім. Ең өлеңнің шыңы, қайда барасыменен, содан кейін рубаяттарын жіберем, содан кейін бір-екі махаббат сарбат керек сәлім. Сендей абыз керек еді қазаққа, әбіш кекілбаевтың рухына арналып. Мен студент кезімде кездесіп өзіммен, Каспийдің сол бір кешінде от жалында көзімнен, бұлар ақын болады деп Мұхтар Мағауин екеуін, Әнуар Амантай үшеумізді демеген жақсы сөзіммен. Сол күн түсіп есіме, қимай сені өлімге жасарып тұр көзімнен. Қайран әбіш даналықтың бұлағы, жүрегіңнің бізге жетті шуағы, прозада кемеңгер поэзияның прағы. Еліміздің мәңгілік өшпейтін шамшырағы. Таптың екен кім білсін, 361 әудесін атам екен прағы, дейт көңілдің сұрағы. Амал бар ма өлімге, қайғы түсті көңілге, бір ғасырда бір туар талант едің өмірге. Аристотель, Платон, Әл-Фараби, Ұлабай, қайғысына шыдамай жатыр елдің мынадай. Аспандағы жұлдызбен көрініп күн жыладай. Мына ұлы даланың
қасиетті отан ананың жұлдызы болып қалдың жарқырап көгінде елік сананың. Үркер елең алаңың рухын жанып адамның мақтанына айналды бүгінде бүкіл қаламның. Өнердің ұлы жолында келе жатқан соңында ініңнің ыстық қолының табы қалды қолында. Бош бауырым, жаның болсын жәннатта, от беретін ұшам деген талантқа, еліміздің рухын көкке көтерген сендей абыз керек еді қазаққа. Ой, бәрекелді, рахмет. Қазақ әдемі сағат қандайсың, көресің ұстап әрғайсың, 10 сағат сатып алсаң да уақытты ұстай алмайсың. Жезде сізге назым бар, өлеңді оқымай қоя тұр. Мейрамханаға барғанда ақ парақты алып ап, әрмен қарай жалғайсың. Төрт жұмақты. Сен болдың қазақтың бериясы, таусылмас айта берсе ариясы, тек қана пара берген күнін көріп, елдің бүкіл қариясы. Ертеңі құрық түсер мойнына, сендердің кім шыдайды ойынына, жел ұшқан еліңе тек жатқызбас, кетсең де кіріп жердің қойнына. Қар жарар, қарақылды қайын илер, қолына түссең егер сашқа илер, ондайды жоғарыға жылатпайсың, намысын отанының өрге сүйер. Бар мекен ел ішінде тасша бала, болатын ақылмен елге пана, орнына 4 сенің уәзірің, бір өзі отыратын болып дана. Өлтірдің әділдігін төлебейдің, сол үшін ашуландым, тыстым, күйдім. Әділдік айтқандарға айып болса, өтірік айтқандардың бетін сүйдім. Ел үшін туған есіл ерлер қайда, сығанып шықпас беді осындайда, халқының қаны үшін қанын төгер, домалап қалса да бастайда. Ұрының бәрібірдей бастық болды, жақсылар жамандарға жастық болды, кеміріп мемлекетті жейдей еліне істегені қастық болды. Жекесіз жәдігөйлер ел басқарды, көзіне ілмек олар белдасқарды, дария білімділер елде оқытып келе жатыр ол жастарды. Қылмысты айтсаң егер кетер артып, кінәлі белшесінен болды барды. Осыны істейтіндер генералдар, ақшамен өтін дүйдер. Елінде қалма кесір тәртіптеген, ел қанын ойлайтын ел жоқ беремін. Бабалар қасиетін қордап, бей бастық, болып жатыр бұл не деген. Әділдікке жетуде тиімді, қас қатырып аштарды миыңды. Пара беріп болғының беретіндер ел басына қайдан ғана жиылды. Қорқытады, үркітеді атады, мұқтылардың жер жарады атады. Ерекшең ақшамен өлтіртіп, кегін алып болдырғатты батады. Елде ешбір әділет қалмады, бар шындықты ақша деген жалмады. Бүгін мұндай ал ертең не болмақ, қандай болмақ, келер басы тоқтады. Қылмыс жабу айналды күн көріске, бұл үсте шығарады кім теріске, халықтың қаны жұпиып қорғау, басқар елді өткеріске. Деген осы армандан кетпес елесіп қасын келіп, осы кештің негізі мақсат көрсеттіңдер. Күндағандарыңдар рахмет. Давайте, ой! Толғай қойыңыздар ма? Жоқ, ойбай кісіне. Оны әпкеме оқып берсеңіз деп атырда. Оқып қойын мұны? Қазір мейрамханаға баратын шығармыз. Сол жерде оқимыз. Иә, ол жерде тағы кеш жалғаса. Енді қадірлі жақсылар, біз сіздермен қоштасқымыз келмейді. Бірақ уақыт Алланың еншісіндегі аманат. 2 сағат өтіп кетті. Өзендей сырғып ағып жатыр. Ол бірге бастаған іс-шарамызды бірге аяқтамасақ Құдайдан да ұят болады. Иә, сондықтан Мұхан Маймақов ағамыздың менің жездемнің сөзіне жазылған Мұхамеджан Елгеевтің әні Түркістан тұран орындайды. Мұса Момбек қабыл алыңыздар. Молодец!